Бәріңізге сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай жұмсақ, арасында начинкасы бар тіске басар дайындаймыз. Ең алдымен қамырына холодильниктен суық сүтті құямын. Үстіне қайнаған ыстық су, сұйық май, осыларды бір араластырып, үстіне қант пен дрожжымызды саламыз. Осыны бір араластырып болғаннан кейін жақсылап бетін жауып қойып қоямыз 5-10 минутқа. Біздің дрожжымыз еріп кішкене көтерілгеннен кейін үстіне тұзымызды саламыз. Жұмыртқа саламыз. Оны салып қамырымызды илейміз. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып, осылай жылы жерге қойып қоямыз. 1-2 сағат көтерілгенше күтеміз. Начинкасын дайындап аламыз. Мына жерде менде творог 5%, моцарелла сыр және петрушка мен тұз дәміне қарай. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Менде осы қамырдан 15 бөлікке бөлдім қамырды. Домалақтап қоя береміз. Енді осылай жеке кішкене жұқартып, ортасына начинкамызды саламыз. Начинкасына картошканы пісіріп салсаңыздар болады. Бірақ осы творог пен сыр қосылған начинка өте дәмді болады. Осылай астын біріктіріп, бет жағын домалақтап, әдемілеп қоя береміз. Барлығының начинкасын салып жасап болғаннан кейін бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Просто қосылмаған печканың ішіне салып қойсаңыздар болады. Міне жарты сағат тұрғаннан кейін ол кішкене көтеріледі, тағы да жұмсарып. Енді осының бетіне бір жылтықпен кішкене сүт құямыз. Соны жағып шығамыз. градуста қызарғанша әдемі болып пісіріп аламыз. Осы начинкамен жұмсақ өте дәмді болды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда өте жақсы рецепттермен бөлісемін.